Бүгінгі күнді сіздерге көрсететін, қызығы мен шыжығын бірге көрсететін жүргізушілермен таныс болайық. Болат Мая және Пазыл Мәди. Бүгінгі эфир сендерге арналады. Сіздерге сәттілік. Бүгінгі күнделік тізгінін бізге бергеніне рахмет ана. Ал біз жалғастырамыз. Бізге қатынады. Енді қазір біз мұражайға барамыз. Онда да күшті болады деген ойдамын. Музейдегі әсерім өте күшті. Мен бұл Айқанат жобасына келмей тұрып Астанаға баратынымды білген кезде осы музей туралы зерттеген болатынмын. Енді мен ол кезде телефоннан көрген тұғынмын. Енді живой көріп тұрмын. Өте әдемі әсер алып жатырмын. Сіздер көріп тұрғандай, дәл менің артында келе жатқан Айқанаттық шеру өтуде. 5 күн 800 баланың тарихи сәттері міне бүгін өзінің қорытынды нәтижесіне жетпек. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстанның болашағы әрине ең бастысы. Өзіміз ауылдан болған соң, ауылдың балаларына қамқоршы болуға өте үлкен ынтамен келдім. Құрметті біздің Айқанаттықтар, сіздерге айтатын кеңесім: өздеріңізге әрқашан сенімді болыңыздар, ешқашан қорықпаңыздар және жаңа білім алудан шаршамаңыздар. Я очень рада, я не ожидала. Я не думала, что я пройду, потому что людей много, конечно, может, талантливее меня, но я сделала это. Я делала... Вот давай. Эфир көрдіңіз? Я не знаю, что сказать, я просто в шоке, я очень рада. Я счастлива, правда. Но остальным 700 не надо переживать, потому что вы уже выиграли, вы уже здесь, и, наверное, никогда уж так сюрпризом не станет. Правильно же?